Бесінші тарау: жаңа дос және ескі достың сатқындығы. 1964 жылдың күзі. Күзгі Алматының келбеті мүлдем ерекше. Ару Алматы Пушкин өлеңдегідей түрлі түске боялған. Унылая пора, очей очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу увядание, в багрец и золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса. И редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Ләйләштің көзі күздің көркіне тоймай келеді. Базардағы алма апорттары мен өрік алмұрттарының иісі аңқып тұр. Олардан әрі Шымкенттен келген қауын қарбыз асқабақ үйіліп тұр. Сұлтан нағашысының әйелі Айман жеңгесі де тыным таппайды. Қысқа дайындық. Көрші Тамарада: «Иә, Айман, жүгірмесең қарның қайдан тойсын? Көмекшің де шапшаң екен, келін болуға дап-дайын, қолынан бәрі келеді», деп Ләйләға қарап көзін қысып қояды. Ләйлә жатақхананы ұмытқалы қашан. Айман жеңгесіне көмектесу керек болды. Ол өзінің анасының туысқандарына әбден үйреніп алған, жақсы көріп құрметтейді. Жұмыстан ешқашан қашқан емес. Перделерді жуып үтіктеп, Сұлтан ағасымен бірге отын жарып, тасып жинап қойды. Оқу басталар кезде ол жатақханаға қайтып оралды. 5-ші линиядан Женпиге жету де оңай емес. Сосын өзіне бөлінген жатар орны тұрғанда, несі бар сонша алыстан қатынап. Тамыздың аяғында келмесең, орныңды алып қояды. Сөйтіп Ләйлә туысқандарымен қоштасып, трамваймен Октябрь көшесіндегі Женпиге келді. Институтқа барып, сабақ кестесімен танысып қайтты. Сосын туысқандар салып берген барлық ас суын арқалап бөлмесіне оралды. Бәтесте қуанып қалатын болды. «Қарындас, маған беріңіз, көмектесейін». Ойға шомып кеткен Ләйлә шошып кетіп, сеткасы қолынан түсіп кете жаздады. «Түх, зәремді ұшырдың ғой, Төлен!» «Ой, кешіре көріңіз, жатақхананың терезесінен көріп қалып, көмектесейін деп жүгіріп шыққаным ғой». Ләйлә Төленге көзінің астымен қарап, жымиып қойды. Оны көріп, баяғы танысын көргендей қуанып кетті. «Неғып бір-бірімізге сіз деп сызылып қалдық? Комсомол емеспіз бе? Сенге көшейік». Комсомол туралы әдей айтты. Егер ол «Я, біз жарқын коммунистік бақытты болашаққа бірге аттаған комсомолмыз» деген сияқты бірдеңелерді айтса, ондай адаммен достаса алмайтыны белгілі. Ол Зира сияқты коммунизм құрамыз деп алға шапқылай беретін белсенділерден аулақ жүруге тырысады. Сосын оның ойын Төленнің жайлап айтқан сөздері бөліп жіберді. «Комсомолдарға сүйісуге бола ма?» «Не?» Төленнің құлағына дейін қызарып кетті. Әнестің ақылын тыңдап нем бар еді, бірақ енді шегінер жер жоқ. «Иә, ең болмаса бетіңнің ұшынан, достарша». «Мақұл, достарша болса болсын. Тек шартым бар. Төлен, сіз дегеніңді қойшы, мен солтүстіктің қызымын. Ойымдағым аузымда. Сосын сен мені жатақхананың кіреберісіне дейін ғана апарасың, бәрібір кіргізбейді. Сосын сен ана кезекші Фатима апайдың сеніміне кіруің керек. Ол кастелянша ғой, оның қоймасында сабын, тіс жуатын паста, нөмірі 36-шы шай, қант дегендер толып жатыр. Солардан алып тұратын болсаң, бетінен сүйге болады». «Құп болады, жолдас капитан». «Бекер әңгімені тоқтың ба?» «Дәл солай». Төлен мәз. Олар солай әзілдесіп, жатақханаға да келіп жетті. Ләйлә бәрін анықтау керек деп шешті. Жұмыстың бітпегенін, сөздің айтылмай қалғанын суқаны сүймейді. Болатын нәрсе болып, айтылмай қалған сөз айтылуы керек. Қазір Амангелді туралы дәл бұрынғыдай ойлай бермейді. Ол Төленмен танысып, араласқаннан ба, әлде басқадан ба, анық білмейді. Әлде Амангелдінің ісін сатқындық деп қабылдады ма? Анығын білмесе де, ең болмаса аманмын, қолым бос емес, сосын жазамын деген сияқты бір хабар болса, басқа ештеңе керегі де жоқ. Ал ол үнсіз, жым-жылас жоқ. Қазан айында Алматы көшелерін жапырақ басып тастаған. Аула сыпырушылар қанша жинаса да азаяр түрі жоқ. Ләйлә Комсомол көшесімен келе жатыр. Байзақов Комсомол көшелерінің қиылысындағы Союз печать киоскісінің қасына тоқтады.
Баспадан жаңа шыққан газеттерінің иісін ерекше жақсы көреді. Казахстанская правда, правда газеттері бума-бума боп жатыр. Работница журналының жаңа санын тағы да өтіп кеткен сияқты. Ол түсе сала әйелдер талап алып кетеді. Ол журналды ішіндегі басты кейіпкерлер туралы мақалалардан гөрі тұрмысқа қажетті түрлі кеңестер үшін алады. Арт жақтан трамвайдың даусы шықты. АХБК-ға баратын 4-ші трамвайдың келетін уақыты. Ләйлә аялдамада тұрған адамдармен бірге мініп, терезе қасына барып жайғасты. Тексерушіге студенттік билетін көрсетіп, трамвайдың терезесіне қарап отыр. Осылай ештеңеден хабарсыз жүре бермей, не де болса тағы да сол Темірғалиевкаға барып, коммунистсіз ғой, шындығын айтыңызшы, Амангелді тірі ме, бар ма өзі мына өмірде, бар болса неге хабарсыз? Сіз айтпасаңыз, онда мен заводтың комсомол комитетіне барамын, шындықты білмей қоймаймын, деп мәселені төтесінен қоймақшы. Ләйлә өзіне сенімді, белін бекем буған. Темірғалиев мұндайдан кейін ештеңе жасыра алмас. Баспалдақпен көтеріліп, 2-ші қабаттағы Темірғалиевтің қабылдау бөлмесінің алдына келді. Есікті қағайын деп тұрды да, қолын қайтарып алып, сәл ойланып қалды. Бірақ артынша, шешінген судан тайынбас, болды, шешуім керек, деді де, есікті жұлқи тартып қалғанда, маңдайын есікке оңдырмай ұрып алды. Есіктің ар жағынан шыққан Темірғалиев та Ләйләнің үстіне құлап кете жаздады. Ұзын бойлы, жасы 30-дан сәл асқан жігіттің қарны шығайын деп қалған екен. Линзалары қалың көзілдірігі мұрнының ұшында ғана тұр. Уп десең ұшып кететіндей. Ей-бай-ай, амансың ба? Мира Сергеевна, мұздай су әкеліңіз, деді Темірғалиев есіктің ар жағынан. Су керек емес, мұздай басу керек, маңдайын қызарып кетті. Қазір-ақ шортиып шыға келеді. Ләйлә ыңырсып отыр. Темірғалиев пен Мира Сергеевна графинді ұрған жеріне баспақшы болып қасында жүр. Өзі де оңдырмай ұрды ғой. Бар екпінімен ана емен есікті қойшы, миы шайқалып кетуі де мүмкін еді. Сосын институтта не айтады? Несіне келіп еді осында? Осы жүрісі дұрыс емес. Өзі іздемеген, хабарсыз кеткен адамның соңынан сонша іздеп нем бар еді? Қалайсың, қызым? Ауырғаны сәл басылды ма? Мира Сергеевна Ләйләға аяушылықпен қарап тұр. Қолдан тігілген пальто киген әдемі қыз өзінің таясын есіне түсірді. Күйеуімен бірге Сахалинге кеткен қызын сағынып жүрген Мира Сергеевна Ләйләнің маңдайына мұздай графинді басып, бет-аузын сүртіп қояды. Бұл қыздың бастығына не үшін келгенін білмейді. Мұнда бұрын соңды көрмеген, ал ол естіген көрген ешқашан ұмытпайды. Жер аударылып келген ата-анасының арқасында ол бірнеше тілді жақсы меңгерген. Бірақ артық ауыз сөзі жоқ, естіген білген тіс жарып айта бермейтін ірі денелі, мейірімді, білімді адам. Хатшылық қызмет оның қолы емес, бірақ Темірғалиевтің оны қатты сыйлап, бағалайтынын бәрі біледі. Мира Сергеевна бастығына адамдардың қай кезде қандай шаруамен келетінін біледі, кейде тіпті өзі-ақ шешіп береді. Бұл жолы мына сәнді киінген шашы бәбіт үлгісімен түйген, қолына қоңыр түсті редикюль ұстаған әдемі қыздың келісі қызықтырып барады. Комбинат қызметкерлерінің бірінің әйелі ме екен? Бірақ тәжірибелі хатшы, бір жағынан кадр бастығының көмекшісі Мира Сергеевна қызға қарап олай емес екенін сезеді. Пальтосы қымбат материалдан тігілген, оны табу оңай емес. Сосын саусағында да неке жүзігі көрінбейді. Бір қарағанда нәзік көрінгенімен маңдайы ашық, адамға тік қараған өткір көздерінен, киген киімінен қарапайым завод қызметкерінің тісі бата бермейтін қыз екенін сезеді. Кімге, не үшін келді? Қыздың сәл өзіне өзі келгенін көріп, Мира Сергеевна орнынан тұрып, қолындағы су құйылған графинді терезенің алдына апарып қойды. Биік терезенің алдында қастамақ гүлдері өскен құмыралар тұр. Аппақ әдемі перделер терезенің орта тұсында. Батареяға жетпей, әдемі ленталармен байланып қойған. Басының ауырғанына қарамай Ләйлә дұрыс істеген, қымбат тюльді жерге салбыратып, батареяның қызуымен сарғайтпай деп ойлап та үлгерді. Қалайсың, көзің ашылды ғой әйтеуір. Мира Сергеевна, қою етіп шай дайындап жіберіңізші, деді Темірғалиев, Ләйләнің басын көтеріп, жан-жағына қарай бастағанын байқап. Жақсы, сүтпен бе? Лимонмен бола ма?
деді Ләйлі батылдана. Мира жымиып қойып құманды алып дәліздің соңындағы қол жуатын жерге шығып кетті. Темірғалиев кабинетінің есігін ашып, Ләйләні білегінен ұстап, көмектесіп сонда кіргізді. Ал, айта беріңіз, қандай шаруамен жүрсіз? Аман келді. Мен сізге өткенде айттым ғой. Қанша рет айтуға болады. Орысшалап та, қазақшалап та айттым. Амангелдіден мүлдем хабарым жоқ. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Ләйлә сасып қалды. Басшының сонша дүрсе қоя бергеніне не таңғаларын, не ашуналарын білмей отыр. Сонша дүрсе қоя бергеніңіз не? Ол сіздің маманыңыз емес пе? Сіз білмегенде кім білуі керек? Ол тіпті диплом қорғауына да келген жоқ. Сіздің қызметкеріңіз ғой, білуге міндеттісіз. Тельман Темірғалиев қыңқ еткен жоқ. Алдында тұрған мінезді қызды аяп кетті. Кабинетіне келген жас қызды тыңдап, асықпай сөйлесу керек еді. Ол үстелдің басынан тұрып, терезенің қасына барып теріс қарап тұр. Сіз өзіңіз қызық адам екенсіз. Кабинетке келіп алып, айқайлап талап етесіз. Институтта сіздерді осыған үйрете ме? Комсомолға жараспайды ғой тіпті. Бәрі осылай басшының кабинетіне келіп, ойына келгенін айтып, айқайлай беретін болса, не болғаны? Тәртіп деген бар емес пе? Соңғы сөздерін Темірғалиев Ләйләға қарап айтты. Ләйлә ұялып отыр, ашумен айтып қалып, артынша өзінің қылығына өкініп отырған. Жақсы танып білмесе де, осы басшының жақсы адам екенін және оның Амангелді туралы бірдеңе білетінін сезеді. Албырттық қой, алға түсіп алып, ойындағысын айтқызып салған. Кешіріңізші, шынымды айтам. Бұлай болады деп ойламап едім. Тағы да кешірім сұраймын, менікі дұрыс емес. Тельман Темірғалиев үлкен мәжіліс үстелінің басына жайғасып, Ләйләға да отыр деп ымдады. Ләйлә отырды. Ләйлім шырағым, сен мені түсін. Мен саған жамандық тілемеймін. Сен менің қарындасымдайсың. Тірі болса, сенің жасыңа келер еді. Саған көмектескім ақ келеді. Маған не болса да шындығын айтыңызшы, Тельман аға. Сезіп отырмын ғой. Сіз менен бірдеңені жасырып жүрсіз. Маған көмегіңіз болсын, ашығын айтыңызшы. Тельман қызға қарап ойланып отыр. Егер оның орнында Шолпан болса, қайтер едің? Екеуі шамалас, 20-22 жас. Көздері үлкен, ақылды. Шолпан тірі болып, осылай алдыңда отырса, не істер едің, Тельман? Темірғалиев Ләйләның қолынан ұстап, көздеріне қарады. Өмірде әділетсіздік көп, Ләйлім шырағым. Есіңде болсын. Біреу жақсы, біреу нашар. Бірінің жегені маймен уылдырық, ал кейбіреу қара нанға да разы. Өміріңде көрер қызығыңды әрі алда, Ләйлі қарағым. Оның тек жақсы жақтарын көре білу керек. Аға, Амангелді тірі ме? Ең бастысы аман болса. Көргісі келмесе өзі білер, тек аман болса болғаны. Тірі, аман есен. Енді неғып үнсіз қалды ол? Ләйлә Темірғалиевтің қолынан ұстап алған, жібермейді. Ол үйленіп кетті, Ләйлә. Темірғалиев қолын босатып, көзін бұрып әкетті. Терезенің алдына барып, темекісін шығарды. Медеу темекісінің иісі кабинетінің ішін алып кетті. Ләйлә қозғалмастан отыр. 5 жыл бойы бірге жүріп, сүйем күйем деген Амангелдімнің тіпті хабар айтуға да батылы жетпегені ғой. Суға түсіп кеткен туфлиімді құтқарам деп, мұзда Есентайдың суына секірген. Сұлтан аға мен нағашты тәтем Фатиманың алдынан өткен. 1964 жылдың жазында Петропавлға барып, әке-шемнің батасын алып, үйленетін болған Амангелдім үн-түнсіз бір жазда басқа біреуге қосылып кетті. Оның кім екені маған керек емес. Елден ерек сұлу болар. Менен гөрі мейірімді ақылды болар. Болсын, бақытты бол. Бір көргеннен ғашық еткен шығар мүмкін. Ондай да болады. Бірақ соны айтып, бір ауыз сөз жазып, хабар айтуға жарамағаның ба?
Шырағым, айналайын, су ішші, деді Темірғалиев Ләйләға әкелік мейіріммен қарап. Ләйлә есін жиды. Қанша отырғанын білмейді. Әбден жылаған. Көз жасын жұта-жұта, аузынан тот басқан темірдің иісі шыққандай. Темірғалиев берген судан бір ұрттады да ақырындап орнынан тұрды. Рахмет, Телман аға, мазаңызды алғаныма кешіріңіз. О, не дегенің, айналайын? Уайымдама, мазалайтында ештеңе болған жоқ. Біз былай істейік. Бір аптадан кейін біздің үйге кел. Жеңгең Сақинаның қарақат қосып жасаған шайынан ішіп, бармағымен қоса жеп қоярдай бәлішінің дәмін тат. Сөйт, уәдеңді бер. Жақсы аға, келемін. Міне, мында мекенжай жазылған. Ұмытпа. Ұмытпаймын аға. Сау болыңыз аға. Ләйлә Темірғалиевтің кабинетінен аяғын сүйретіп шықты. Сергеевнаға басын изеді де үндеместен өте берді. Ол да аяушылықпен қарап қалған. Жылауын тоқтатқанымен ішінен қан жылап келеді. Комбинат ғимаратынан шығып, сырттағы кіреберіс қалқанының астында біраз тұрды. Далада жаңбыр жауып тұр. Темірғалиев терезенің алдында жауынмен бірге жылап тұрған жас қызға қарап, темекісін шегіп тұр. Ләйләнің жүрегі қысылып, ауа жетпей демін ішіне тартып біраз тұрды. Алматының ауа райы да оған қосылып жылап бірге мұңға батқандай. Тағы жетім қалдым. Құдай алдымен 4-1 ағамды жұтты. Сосын әкемді алды. Енді сүйіктімді де тартып алды. Неге сонша бақытсыз болармын? Оған не жаздым? Не күнәм бар еді? Бар болса айтшы, Құдай. Найзағай жарқ ете қалды. Құдды Ләйләнің сұрағына жауап бергендей. Ләйлә оған селт еткен де жоқ. Егер Құдайдың алдында жазығы болса, тура осы жерде ала қойсын. Бәрібір оның енді ешкімге керегі жоқ. Ондай өмірдің не керегі бар? Өзінің осындай ойларына ызаланған Ләйлә, алда әлі оқу бар екен, оның уайым қайғыға берілуге уақыты жоқ екенін түсініп, басын көтерді де жатақхананы беттеп жүріп кетті. Оқуды бітіріп, бір алыс ауылға жұмысқа кету керек. Сонда ғана оның Амангелдіні ойлауға мұршасы да келмейді.